Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Перизат. Бүгін сіздерге өзімнің палау жасау әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Күріштері бір-біріне жабыспай, әрі қып-қызыл, әрі өте дәмді болып шығатын қант қосылған палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі қажетті азық-түліктердің барлығын ашып, дайындап, турап аламыз. Құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Барлығы дайын болғанда қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Пияз осылай сәл қызарды деген кезде 2 шай қасық қант қосамыз. Қант қосуымыздың себебі палауға қызғыш түс береді және палаудың дәмін ерекше етеді. Пиязымыз осылай қызарған кезде етімізді саламыз. Мен сиыр етін пайдаландым және осылай бүтін-бүтіндей салдым. Екі жағын қызартып қуырып аламыз. Және пияздың қатты қап-қара болып күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Орташа деңгейде ұстаймыз. Етімізді қуырып болған соң, үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбізді кішкене қуырғаннан кейін үстіне су құямыз. Судың деңгейі біздің етіміз бен сәбізіміздің деңгейінде бірдей болу керек. Бетін сәл жауып тұрса жеткілікті. Дәміне қарай тұз, зира және мейіз саламыз. Қазанның бетін жауып, отты баяу қоямыз. Сәбізіміз бен етіміз піскен кезде үстіне күріш саламыз. Күрішті салып, осылай тегістеп шығамыз. Судың деңгейі күріштің бетімен асып тұру керек. Егер су жеткіліксіз болған жағдайда, кішкене су қоюға болады. Шамамен 10-15 минут өткеннен кейін осылай күріштің жан-жағын жинап, орталарын тесіп шығамыз. Палауымыз дайын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.